Отбасыңдағы ең важный адам ол әкең де емес, анаң да емес, балаң да емес, бауырларың да емес, жақындарың да емес, ол әйелің. Еркектерге айтып жатыр. Енді осы жерде қазір қырғын болып кетуі мүмкін. Неге әйелің, анаң қайда қалды деген сияқты. Сенің әкең, анаң сенің баласы болғаның үшін жақсы көреді. Бауырларың, туыстарың сен туыс болғаны үшін жақсы көреді. Ал енді өзінің әке шешесін тастап, сен үшін келген ол әйел. Сен өзіңнің әке шешеңнің отбасынан шықтың, өзің мына жақта отбасын құрып жатырсың. Сен әйеліңмен қарым-қатынаста дұрыс ұстамайтын болсаң, сен әке шешеңмен де керемет қарым-қатынаста боламын деп ойлама. Әке шешең келген кезде сенің әйелің жақтырмайды, сен онымен дұрыс қарым-қатынас жасамайсың. Сенің бала-шағаңнан керемет батырлар, ғалымдар шықпайды, өйткені сен оны езе бересің, сенің отношениең дұрыс емес, екеуің ұрыса бересіңдер. Енді түсіндің ба? Әйеліңмен отношениені дұрыс ұстап, оған дұрыс қарайтын болсаң, ол сенің әке шешеңе де дұрыс қарайды, саған да дұрыс энергия береді, сенің бала-шағаңа да дұрыс қарап олардан мықты ұл қыздар шығатын болады. Әйеліңіз сізден көмек сұрады ма, сіз важный шаруада жүрген болсаңыз да, келіп әйеліңізге көмектесу керексіз. Өйткені ол сізге аманат етіп берілген дүние. Ең важный адам еркек үшін ол оның әйелі. Өйткені бұл дүниеде де бірге боласың онымен, бала-шағаң бәрі тұрмыс құрып, бәрі кетеді, әке-шешеміз де өмірден өтеді. Ал ақыретте де сенің қасыңда болатын сол әйелің. Мен бұл сөзбен әке шешеңе жақсылық жасама деп жатқан жоқпын. Әке шешеңе жақсылық жасау ол Құдайдың бұйрығы. Жақсылық жаса олар. Бірақ отношениені құратын ең важный адам ол сенің әйелің. Ал әке шеше ол сені үнемі кешіреді, сені жақсы көреді, саған бақыт тілейтін адамдар. Ал әйел саған аманат етіп берілді. Менің есімім Қайрат Әшімханұлы. Мен адамдардың ойлау қабілетімен, мышлениясымен жұмыс жасайтын маманмын. Еркек пен әйелдің қарым-қатынасынан экспертпін. Маған тіркеліп қойыңыз. Пайдалы ақпараттар көп болады. Егер де сенде семьяңда проблема болып жатқан болса, отбасыда маған жекеге жаз. Мен саған разбор жасап беретін боламын.